Сәлеметсіз бе? Танысуға бола ма екен? Жоқ, мені жігітім бар, соны күтіп отырмын. Жігітіңіз сондай жауапсыз адам екен. Сіздей сұлу бикешті күттіріп қойған. Не істеп жатсыз? Әкеліңіз қазір жігітім көрсе өлтіреді сізді. Ашуыңызды басыңыз, бикеш. Бикеш несі? Онда сіз қайдан тауып алдың? Мейраммен. Рахмет. Шыдан кетті ба? Жасай алмай батылым бармай бір қадам. Іште мен өртеніп барам. Сен ұнайсың маған. Байқамайсың сезімімді менің. Жан, бүгін күн үшін рахмет. Оқасы жоқ. Енді как-никак біздің мейрам ғой. Иә. Қарап тұрсаң бір жыл өте шықты. Универге кеше ғана түсіп сияқты. Айтпа, екеуміз бір-бірімізді бір жылда емес, баяғыдан танитын сияқтымыз, е? Еще есіңде ме? Екеуміз таныса салып ұрысып қалып еді ғой. Айтпа. Ой. Не болды, бәрі дұрыс па? Иә, чөтті соңғы кездер осылай басым айналып кетеді. Походу, ұйқы қанбағаннан. Мынаны кие болшы. Не болсын, өз-өзіңді қинап. Айтты ғой, экзаменнен 5 аласың. Оның үстіне как-никак қызыл диплом болып тұрғаныңыз емессің бе? Қуаныш. Мен саған бірдеңе айтуым керек. Не ғой? Мен сені жақсы көремін. Мен Ұнайды күлімдеген кездері. Ойлашы Нәзерге қайда? Жігіті болып сен білмесем, біз қайдан білеміз? Саламатсыздар ма? Так, орындарымызға отырамыз. Бүгін ас жақсыңдар ғой. Жарайды, сабақ айтуға дайындалыңдар. Қуаныш, дайынсың ба? Бля. Сука. Алло, мам, қалдарыңыз қалай? Алло, қызым, біз жақсы, өзің қалай? Бәрі жақсы. Яско, не ғой? Жақында ет салып жібереміз. Күтіп алып пойыздан, жарай ма? Ана жол біз салып жіберген етім таусылып қалған шығар, е? Құрт майымды да жинап қойған. Мама, неге әуре болдыңыздар? Онсыз да мұнда тамақ көп қой. Жоға, қайдағы әуре болған? Айтпақшы, папам сәлем айтып жатыр. Қолда тимей кетті ғой жұмысынан. Әйтпесе өзі Алматыға апарып береді. Жоға, мама, керек емес. Папаға ескертіңіз, пойыздан салып жібере салсын деп. Жарайды, бәрі дұрыс па өзі? Даусың біртүрлі болып тұр ғой. Жоқ, мама, бәрі жақсы. Уайымдамаңыздар, папаға сәлем айтыңыз. Аман жүрші, қызым. Сен болмасаң біздің өміріміздің мәні жоқ қой. Аппағым менің. Сау бола ғой. Сау болыңыздар. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Нормально. Че, реально ма?
Енді не істейміз, Қуаныш? Вот жыламашы. Бәрі нормально болып. Мен мамамның көзіне қалай қараймын, ал папам вообще мені өлтіреді. Қайдағы мамам, қайдағы папа? Короче, Назерке. Аборт жасату керек. Сонда екеумізден басқа ешкім білмей қалады. Не? Қайдағы аборт, сен не деп тұрсың? Мен не, туайын деп пе едің, қумаш? Сонда сен аборт жасат деп өзің шеше салып тұрсың ба? В смысле мен шеше салдым? Қуаныш, бұл сенің балаң. Екеуміздің баламыз. Сен неменеге туп-қуң адам қысып сөйлейсің? Короче, міне ақша. Ертеңнен қалмай аборт жасатасың. Сонда сен ақша беріп құтыла салам деп тұрсың ба? Мен сені ондайды күткен жоқпын, Қуаныш. Не күттің менен? Назерке. Екеуміз де жап-жаспыз. Біз қандай ата-ана боламыз, соны ойладың ба? Енді сен өзің варианттарын білмедің. Білмеймін. Но точно аборт емес. Қайда кеттің енді? арпалысқан адамдарға толған бұл өмірдің мәні неде? Махаббатқа сенбейтін болған бұл өмірдің мәні неде? Арпалысқан адамдарға толған бұл өмірде мәні неде? Мысалы, мен қыз қанша жерден керемет киініп тұрса да, мен онымен сөйлесіп көрмеймін, мен оны ұната алмаймын. Не үшін? Себебі маған жан дүниесі маңызды, оның киімі маңызды емес. Қумас, братан. Ашық-шашық киім жүрген қыздың не жан дүниесі нормальный болады ма не? Киім мен жан дүниеге не қатысы бар? Вот именно қатысы бар. Өйткені ашық-шашық киінген қыз ол тәрбие көрмеген деген сөз ғой. Сен ойынша не ұзын көйлек киіп алғанның бәрі ангел ма? Жоқ, ангел болғанда енді, мысалы үшін... Тыныштық па, брат? Ләжіктер. Назерке 2 қабат. Мәселе ода емес, брат. Мен жап-жас болып, қалай батя болып? Екеуі де жұмыс істейді. Куняның мамасы баласына қарайды. Өмірдің қызығы дейтін сол емес па, ешектер? Ой, білі, бір өмірді көріп тастаған адам құсап сөйлемеш. Брат, мен тыңдасам, ең дұрыс аборт. Не қойындашы, онсыз да басым қатып отыр.
Оспанова Назерке, гинекологқа кіріңіз.